Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен аля сникерс деген печенье жасаймыз. Оған бізге вареный сгущенка, сары май бөлме температурасында болу керек. Бір жұмыртқа, мына жерде ұн және тұз, разрыхлитель бәрі салынып тұр. Енді бірінші очередте вареный сгущенка мен сары майды миксерлеп аламыз. Енді бір жұмыртқаны саламыз. Міне бір келкі масса қылып миксермен взбивать етіп алдық. Енді жаймендеп ұнды салып қамыр жасаймыз. Міне біздің қамырымыз болды. Енді әрқайсысын 40 граммнан өлшеп противенге салып бастаймыз. Міне 40 граммнан бәрін өлшеп шықтық. Енді осылай ішін печеньемізді осылай жаямыз. Менде дайын карамель бар. Карамельдің видеосын астына қалдырып кетем. Қалай жасалу жолын. Енді осылай жабамыз. Барлығын солай жасап шығамыз. Бәрін жасап шықтық. Енді біз бетіне орех себеміз. Міне осындай арахис қойсаңыздар да болады, немесе грек жаңғағын қойсаңыздар да болады. Бетін ақуызбен осылай жағамыз. Міне осылай бәріне жасап шығамыз. Міне печеньеміз дайын болды. Духовкада верх-низ конвекцияда 160 градуста 12 немесе 14 минутте пісіріп шығады. Міне біздің печеньелеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.